құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге сүттен жасалынатын қоржықтың рецептімен бөлісемін. Қоржыққа қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен ыдысымызға ыстық сүтімізді құямыз. Сүтіміз ыстық болуы маңызды. Үстіне қантымызды салып, жақсылап қанты ергенше араластырып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де сливочный, яғни сары майымызды саламыз үстіне. Жақсылап араластырып аламыз. Сары майымыздың еруі маңызды емес. Қазір қамыр илеген кезде ериді. Сол уақытта енді үстіне қаймағымызды саламыз. 2 шай қасық толтырып, осылай 2 шай қасық қаймақ саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Өте жұмсақ қылып қамырды илейміз. Енді 15-20 минутқа кішкене бетін жауып қоямыз. Сосын алып қамырымызды жаямыз. 20 минут өткен соң қоржың қамырын ашамыз. Енді 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай домалақ пішінге келтіріп аламыз. Оқтаудың көмегімен жаямыз. Кішкене ұн сеуіп жаямыз. Себебі қамырымыз жабысқақтау. Оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Қамырымызды жайып алдық. Тура бауырсақтың қамырының қалыңдығындай ғып жаясыздар. Енді бокалдың көмегімен осылай домалақ пішінге келтіріп аламыз. Мінекей барлығын осылай домалақ қылып кесіп шығамыз. Қамырымызды осылай барлығын кесіп алды, формасына келтіріп, енді қызып тұрған печкамызға пісіріп аламыз. Қазір табамызды алып, пешкімізге қызарғанша пісіреміз. Қамырларымызды салып алдық, енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қоржарымыз дайын болып шықты. Мінекей өте әдемі, керемет болып шыққан, жұмсақ үлпілдек. Ал мінекей арасын бөліп қойдым. Көріңіздер, қандай керемет жұмсақ болып шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жандағы қоңыраушан басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті қарапайым үйде бар заттардан жасалынатын тағамдардың рецепті бар.